Баршаңызға сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өте керемет үй жағдайындағы 20 жылға жасартатын ең керемет масканың құпиясымен бөліспекшімін. Сондықтан видеомды соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып, лайк, комментарий қалдырып кетсеңіздер, сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Сондықтан каналымнан алыстамай видеомды соңына дейін көрсеңіздер. Барымыздың үйімізден табылатын оңай ингредиенттер қоспалары. Ол үшін біздерге осындай лимон қажет болады, ұн електен өткізіп алдым, және де бал қажет болады. Балымыз біздердің натуральный болуы керек. Және де лимонымызды осындай қатты сығып, соғын бөлек алып аламыз. Міндетті түрде қатты сықсаңыздар суы көптеу шығады. Лимонға аллергияларыңыз болса, жартысын ғана пайдалансаңыздар болады. Мен бір лимонды толық пайдаландым. Және де ішіндегі осындай дәндерін алып тастаймыз. Бұл масканы қолданып болғаннан кейін міндетті түрде бетіңізге крем немесе тоник жағыңыздар. Ертесіне тұрсаңыздар, беттеріңіз кәдімгідей жалтырап, өте керемет болып шығады. Күнделікті пайдалануға кеңес беремін, түнде және де таңертең. Ерінбей жасасаңыздар, міндетті түрде нәтижесін көресіздер. Енді лимон согына біраз қасық балымызды саламыз. Балға негізінде маған аллергия бар, бірақ бұл масканы қолданған кезімде ешқандай да аллергия берген жоқ. Және де өте оған қуанып қалдым. Қазір енді күнделікті пайдаланып жүрмін. Енді жақсылап араластырамыз. Бір масса болғанша жақсылап осылай араластырыңыздар. Міне біркелкі масса болды. Енді үстіне ұнымызды саламыз. Ұнымызды қалауыңызша салсаңыздар болады, көз мөлшерімен. Себебі қалауыңызша дегенде көп салып жүрмеңіздер. Кәдімгі масканы пайдаланған кездеріңізде беттеріңізден ағып кетпеу керек. Кәдімгідей бетіңізде тұратындай қоюлықта болуы керек. Мен көз мөлшерімен салдым. Сіздер де солай жасаңыздар. Көп салып немесе аз салып қоймаңыздар. Кәдімгі бетіңізде тұратындай маска болуы керек. Енді үш массамызды жақсылап осылай араластырамыз. Міне осындай қоюлықта болуы керек. Бұл масканы мен қазір түнгі уақыт жасап жатырмын. Бүкіл ұйықтап жатыр тыныштықта. Бетімді жақсылап жуып келдім. Жуып келгеннен кейін барып пайдалансаңыздар нәтижесі болады. Және де таңертең жуылған бетіме жағамын. Міне осы маскамды мен қазір көптеу етіп жасап қойдым. 3-4 күнге жететіндей етіп. Және де оны холодильникте сақтаймыз. 3-4 күнге ол сақтасаңыздар болады. Жақпастан алдын міндетті түрде 10-15 минут алдын шығарып қойыңыздар. Таза бетке жағыңыздар. Міндетті түрде масканы жуып тастағаннан кейін міндетті түрде тоник немесе арнайы кремдер жағыңыздар. Күндіз күні міндетті түрде беттеріңізге SPF кремдер бар ғой, күннен қорғайтын маска крем жағып жүріңіздер. Және де мен сіздерге екінші құпиямен бөліспекшімін. Бұл да өте керемет сусындардың бірі. Бұл сусынды бір аптасына бір-ақ рет немесе 2-ақ рет қолданыңыздар. Кәдімгі бетіңізге ылғалдық береді. Ылғал және бетіңіз жұмсақ болып жүреді. Көбінесе қияр маскасын біреулер бетіне, көзіне жасайды. Ол ешқандай да бірден әсері тимейді. Ал бұл сусынды аптасына бір-ақ рет қолдансаңыздар, беттеріңіз кәдімгідей ылғалды әдемі болып жүреді. Енді осылай үккіштен өткізіп аламыз. Үккіштен өткізіп осындай өте ұсақ, өте жұқа болып шықты. Міне көріп тұрғандарыңызда. Енді оны бокалымызға салып, үстінен өте мұздай емес, жылы суымызды құйып, аптасына 2 рет қолданамын. Өте керемет сусындардың бірі. Міндетті түрде пайдаланып көріңіздер. Міне бетін жауып 1 сағатқа қалдырамын. Және де 1 сағаттан соң ішсеңіздер өте керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қазір енді қиярдың сезоны ғой, сондықтан пайдаланыңыздар. Менің видеомды қолдап соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Келесі видеомда кездескенше сау болыңыздар. Және де айтарым, менің каналыма міндетті түрде тіркеліп алыңыздар.